Сәлем, каналға қош келдіңіздер. Жек көруден махаббатқа ұласқан топ 10 дорамалар тізімімен таныс болыңыздар. 10-шы махаббаттың күші дорамасы. Басты рөлдерді Рейн мен Шимина сомдайды. Басты кейіпкер 10 жылдан кейін ағасын тапқан салқын мінезді боксшы. Ол ағасының өліміне танымал актриса қызының кінәлі екенін біліп, одан кек алмақшы болады. Оққа қарбы орналасқан ол өзінің қалай ғашық болып қалғанын білмей қалады. 9-шы жігіттің сабаздар дорамасы. Басты рөлдерді Ли Мин Хо мен Gu Хе Сон сомдайды. Басты кейіпкер Ким Чан Ди қарапайым отбасынан шыққан мектеп оқушысы, ал Ку Чимпе болса бай отбасының мұрагері, әрі 4 жігіттен тұратын F4-тің лидері. Екеуінің арасында бастапқыда бір-біріне деген отбасылық сезім болса, кейін махаббатқа ұласады. 8-ші менің махаббатым Холо дорамасы. Басты рөлдерді Юн Хе Мин мен Го Сон Хе сомдайды. Хан Соян көзілдірік шығаратын компанияда істейтін еңбекқор қыз. Ол Холо деп аталатын голограмма адамын кездестіреді. Онандо IT компаниясының басшысы, әрі Холоның прототипі. Жалғыз басты Соян Холомен күнделікті сөйлескендіктен, оған бауыр басып қалады. 7-ші орман дорамасы. Басты рөлдерді Бах Хе Джин мен Чон Боа сомдайды. Балалық шағы есінде жоқ Кан Сан Хёк ірі компанияның топ менеджері. Иреннің орман алқаптарын сатып алу үшін құтқару қызметінің арнайы бөліміне жұмысқа кіреді. Чон енже қолаңсы оқиғаға байланысты алыстағы Мирен больницасына жіберілген дәрігер. Жаңадан жұмысқа орналасқан олар орманда бір үйде тұрады. 6-шы жақсырақ тазалаңыз дорамасы. Басты рөлдерді Гюн Гюн Сан мен Ким Ю Джон сомдайды. Мизофобиямен ауыратын Чон Сон Гөл тазалаумен айналысатын компанияның директоры. Ол ластауында мүлде қорықпайтын жарқын мінезді қыз Гил Өсөлді кездестіреді. Оның көмегімен Сон Гөл өзінің фобиясымен күреседі, сонымен қатар Өсөлге ғашық болады. 5-ші біздің сүйікті жазымыз дорамасы. Басты рөлдерді Чхве Ушик пен Ким Дами сомдайды. Чхве Ун мен Енсу мектеп кезінде бір-бірін ұнатпайтын, бірақ та кейін сезімдері махаббатқа ұласқан жұп. Олар мектеп кезінде түскен деректі фильм 10 жылдан кейін танымал болады. Айырылысып кеткен жұп қайтадан деректі фильмге түсуге келісім береді. 4-ші жүректен жүрекке дорамасы. Басты рөлдерді Чон Чон Мён мен Чхве Кан Хи сомдайды. Психология жанрында бұл дорама антропофобиямен ауыратын Ча Хондо жайлы. Ол далаға керек кезде ғана шығады. 7 жыл бойы детектив Чанға ғашық Хондо өзін өзгертіп емделгісі келеді. Ол үшін жүректен жүрекке кітабының авторы танымал психиатр Го Ин Сокқа жүгінеді. 3-ші бұл аймақтың жанды жігіті дорамасы. Басты рөлдерді Чон Ун мен О Юн Со сомдайды. Тез ашуланатын Но Ю полиция қызметкері болған. Ол адамдарға сенуге қорқатын Ли Мин Гёнді кездестіреді. Қиын кезеңдерді бастарына өткізген олар бірін-бірі бастапқыдан ұнатпаса да кейін ғашық болады. 2-ші бәрі жақсы бұл махаббат дорамасы. Басты рөлдерді Чо Ин Сон мен Гон Хе Джин сомдайды. Басты кейіпкер Чон Же Йөл психикалық аурумен ауыратын танымал жазушы. Ол ток-шоуға қатысып жас психиатр Ji Хе Суды кездестіреді. Ойлары бір жерден шықпаған олар шоуда сөз таласып қалады. Хе Судан атып қалған Же Йөл оны қайтадан іздеп келеді. 1-ші құпия дорамасы. Басты рөлдерді Джи Сон мен Хван Жоном сомдайды. Мин Хёк бай отбасынан шыққан сүйген қызынан айырылған суық мінезді жігіт. Ю Джон сүйіктісі үшін бостандығын құрбан еткен, Мин Хёктың қалыңдығын өлім мойнына алған қарапайым қыз. Ю Джоннан кек алу үшін Мин Хёк барлық амалдарды қолданады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.